Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Айсара. Бүгінгі сабағымыз ағылшын фонетикасына, дыбыстар мен олардың айтылуына арналады. Ағылшын тілінде 26 әріп бар. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, немесе британдық нұсқада A, американдық нұсқада R. S, T, U, V, W, X, Y, Z. Британдық нұсқада Z, американдық нұсқада Z. Ағылшын тілдегі дауысты әріптер саны 6. A, E, I, O, U және 6-шысы Y әріпі кейде дауысты, кейде дауыссыз дыбыстың рөлін атқарады. Олар екі түрлі оқылады. Қысқа short sounds, яғни сөз ішінде қысқа дыбысталады, және ұзын long sound өз атауына сәйкес ұзын оқылады. Мысалы, A әріпі. Дауысты дыбыс A әріпі алфавитте қалай солай оқылады. A деп көбінесе ашық буында. Яғни, мысалы, бір кейк деген сөзде бір буын, E әріпі дауысты әріпке аяқталып тұр, ашық буын, яғни кейк, кейк. Ал жабық буында қысқа оқылады, ә деген дыбыс білдіреді, cat, cat. Өйткені cat деген сөзде бір буыннан құралып тұр өзі, T әріпі дауыссыз дыбыс, сондықтан ә деп оқылады. Келесі E әріпі. E әріпі алфавитте қалай солай оқылады. Ашық буында E деген созылыңқы дыбыс білдіреді. Ми. Және қысқа оқылады пән, пән. I әріпі алфавитте қалай солай оқылады. Ашық буында I, time. Және қысқа оқылады. Жабық буында I деген дыбыс білдіреді. Sit. Келесі О әріпі. Ашық буында алфавитте қалай солай оқылады. О деген дыбыс білдіреді. Home. Жабық буында О деген дыбыс білдіреді. Dog. Және Ю әріпі ашық буында алфавитте қалай солай оқылады. Ю деген дыбыс білдіреді. Cute. Және жабық буында А деген дыбыс білдіреді. Бас. Міне бұл жанындағы транскрипциялары. Қысқа дауыстылар көбінесе жабық буында кездеседі. Cat, pen, sit, dog, бас. Ұзын дауыстылар ашық буында немесе екі дауысты қатар келгенде кездеседі. Cake, me, time, home, cute. Міне дыбыстардың тағы да бір оқылуын қайталайық. A әріпі. Cake, name, жабық буында cat, apple. Міне apple деген сөзіміз бұл жабық буын, өйткені екі буынға бөлеміз. Apple. Бірінші буын app. Яғни жабық буын пиға аяқталып тұр. Мына apple деген сөзге қарамаймыз, буынға қараймыз. Бірінші буын app. Не AP. P әріпі дауыссыз дыбысы жабық буын, сондықтан жабық буында ол ә деген дыбыс білдіреді. Apple. Келесі И әріпі жабық буында. Ашық буында И созылыңқы, мына екі қос нүкте транскрипциядағы дыбысын созылыңқылығын білдіреді. He, this және мына жерде T мен H, the деген дыбыс білдіреді. This, немесе this деген сияқты естіледі тез айтқанда. Pen, bed. I әріпі. Time, kite, жабық буында sit, big. Келесі О әріпі. Ашық буында home, note, және жабық буында О. Dog, hot. Ю әріпі. Ашық буында cute, use, жабық буында бас, cup. Ағылшын тілінде дауыссыз әріптер саны 21, оларды әртүрлі оқылады. Кейбір дауыссыз дыбыстар алфавитте қалай бар, солай, яғни бір ғана дыбыс білдіреді, ал кейбір дауыссыз дыбыстар екі түрлі дыбыстар білдіреді. Бірінші әріп B. B әріпі Б деген дыбыс білдіреді. Book, big. C әріпі екі түрлі оқылады. Кей жағдайда К деген дыбыс білдіреді, кей жағдайда С деген дыбыс білдіреді. Оның ережесін қазір келесі слайдтарда көрсетемін. Cat, city. Келесі D әріпі бір дыбыс білдіреді. Dog, day. F әріпі бір дыбыс білдіреді. F, fish, fun. G әріпі кейде Г деп оқылады, кейде Дж деген дыбыс білдіреді. Оны да келесі слайдта көрсетем. Go, gym. H әріпі Х деген дыбыс. At, home. Кейбір жағдайларда оқылмай қалады. Ол туралы тоже келесі слайдтарда. Келесі J әріпі Ж. Jump,
job. К әріпі кейбір жағдайда оқылмайды, мүлдем дыбыс білдірмейді, кейбір жағдайда к деген дыбыс білдіреді. Kite не ни. Міне мына жерде к әріпі оқылмайды, ни деп оқылады. Өйткені алдында n тұр. K мен n қатар келген кезде K әрқашанда оқылмай қалады. Ешқандай дыбыс білдірмейді. L әріпі L деген дыбыс lamp, like. M әріпі M деген дыбыс man, milk. Келесі N әріпі N деген дыбыс білдіреді. Name, night. P әріпі P деген дыбыс білдіреді. Pen, pink. Q әріпі Q деген дыбыс білдіреді. Мысалы, queen, quick. Келесі R әріпі бұл ақышта, яғни R деп тілімізді артқа қарай жібереміз, дыбыс білдіреді. Мысалы, red car. Ал британиялық нұсқада R әріпі мүлдем әлсіз, кейде тіпті естілмейді. Мысалы, red car. Мысалы, car емес, car. Келесі C әріпі S немесе Z деген дыбыс білдіреді. Sun, dogs. Бұнда ережесі келесі слайдта көрсетіледі. T әріпі Т деген дыбыс білдіреді. Table, top. V әріпі В деген дыбысқа ұқсайды. Van, voice. W әріпі бұл W әріпі U деген дыбыс білдіреді. Кейбір кездерде мүлдем естілмейді, үнсіз қалады. Мысалы, water, right. Right дегенде мүлдем оқылмайды, жоқ сияқты. Келесі X әріпі кс деген немесе гіз деген дыбыс білдіреді. Мысалы, box, exam. Келесі Y әріпі бұл I деген дыбыс білдіреді. Мысалы, yes, happy. Келесі Z әріпі бұл Z деген дыбыс білдіреді. Zoo, zero. Ағылшын тілінде кейбір дауыссыз дыбыстар екі түрлі дыбысталуы мүмкін. Бұл олардың сөз ішіндегі орнына, жандағы дыбыстарға және айтылу ережелеріне байланысты. Мысалы, S әріпі кейде С, кейде З болып оқылады. Егер S әріпі қатаң дауыссыз дыбыстардан кейін тұрса, Т, П деген сияқты, онда С деген дыбыс білдіреді. Мысалы, cats, hats. Айтылуымызға да З деп айту өте ыңғайсыз болар еді, егерде З деген дыбыспен айтылсақ. Мысалы, cats, hats деп айтқан өте ыңғайсыз. Тілімізге де жеңіл болу үшін С деген дыбыс cats, hats. Егер ұяң немесе үнді, мысалға Г деген дыбыс G әріпі, Н деген дыбыс Н әріпі, М әріпі болса, онда З деп оқылады. Dogs, pens. Әрине ережеге бағынбайтын бұл жерде де кейбір сөздер бар. Екі жағынан дауысты дыбыстар келсе де З деген дыбыстар білдіру мүмкін. Мысалы, rose дегенде О мен И әріпінің ортасында тұр. Келесі С әріпі кейде К деген дыбыс білдіреді, кейде С деген дыбыс білдіреді. С әріпі С деген дыбыс білдіреді, С болып оқылады. Егер осы С әріпінен кейін И, I, Y әріптері келсе. Мысалы, sent, city. Can't, kitty деп оқымаймыз. Неге? Өйткені И әріпі тұр, I әріпі тұр, немесе Y әріпі тұрса. Бұл ереже өте маңызды ережелердің бірі, жаттап алыңыздар. Осы үш дауыстыны И, I, Y. Бұл ереже өйткені келесі G сияқты басқа да дауыссыз дыбыстарға байланысты ереже. Ал қалған жағдайларда көбінесе К деп оқылады. Cat, coat. Мысалы, cut бұл жерде К деп оқылады, Sell, С деген дыбыс білдіреді, өйткені міне И әріпі тұр. Sell. Cycle. Неге С деп оқылып тұр? Өйткені Y әріпі тұр, С әріпінен кейін. Қалған жағдайларда К деп оқылады деп жаттап алыңыздар. Немесе A, O, U әріптер тұрса, С әріпінен кейін К деп оқылады деп. Келесі міне жаңағы ереже И, I, Y ережесі. G әріпі Г деп оқылады, міне A, O, U әріптерінің алдында тұрса, міне G-дан кейін осы әріптер келсе. Garden, goat. G деп оқылады, E, I, Y әріптері осы G әріпінен кейін келсе. Мысалы, giant, gym. Бұны giant, gym деп оқымаймыз, немесе garden, jolt деп шатастырып оқымаймыз. G әріпі егер сөздің соңында болса, Г деген дыбыс білдіреді. Dog. Мысалы, go. Өйткені міне мына әріп тұр. Giant. Неге? Өйткені I әріпі тұр, міне G. Немесе gentle. Не И әріпі тұр. Яғни С әріпі міне мына жердегі ережемен не И, I, Y, sent не С деп оқылады. И, I, Y, G деп оқылады. Осылай естеріңізде сақтап алсаңыздар болады.
Келесі, си мен H әріптері қатар тіркесіп келсе, көбінесе ч деген дыбыс білдіреді. Бірақ кейде к деп те оқылып жатады. Бірақ көп жағдайда ч. Көп сөздерде, мысалы, chair, орындық, cheese, ірімшік. Көбінесе кірме сөздерде, әсіресе грек тілінен енген сөздерде ол к деп оқылады. Бұл ережеге бағынбайды, бұны тек жаттап аламыз. School, мысалы, chemist. Мысалы, chat, иә, chaos. Chaos деп оқылады, өйткені бұл кірме сөз. Немесе chorus, тоже кірме сөз, ережеге бағынбайды. Келесі F әрпі көбінесе F деп оқылады, бірақ кейбір сөздерде В деген дыбысқа өзгеруі мүмкін. Жалпы жағдайда міне басым көпшілігінде F, fish, phone, не P мен H бірігіп келсе F деген дыбыс білдіреді. Ал кейбірде В деген, мысалы, of емес, of. Немесе Steven. Stephen емес, Steven. Phone, не of. Кейбір әріптер мүлдем оқылмайды, сөздің ішінде мүлдем айтылмайды. Мысалы, K мен no әрпі қатар келсе, K әрпі мүлдем оқылмайды. No, knife. Knife деп оқу өте үлкен қателік, олай оқымаймыз. Келесі, W әрпі, W әрпі R әрпімен қатар келсе. Right, wrong. G әрпі G мен N қатар келсе. No, sign. H пен O әрпі, hour, honest. Келесі, мына жерде M мен B әрпі қатар келсе. Thumb, comb. Бұл әріптерді жазғанда ғана қолданамыз, бірақ айтылмайды. Жазылғаны дұрыс жазылуы осылай, айтылуы мүлдем басқаша, көріп тұрғаныңыздай естілмейді кейбір әріптер. Қазақ тіліне ұқсамайтын бір ерекше дыбыстар бар ағылшын тілінде, оларды айтып үнемі жаттығу қажет. Яғни көп практика нәтижесінде носительдер сияқты дыбысталуға сондай үлгіге жетуге болады. Мысалы, бұл транскрипциясы бірінші әріп С. Яғни тілімізді екі тісіміздің ортасына қойып дыбыс шығаруға тырысамыз. Think, think. Think немесе think деп оқымаймыз. Think. Ал екінші дыбыс, ол мына транскрипция, бұл з-ға келеді, бірақ нақты з-ның өзі емес. This, this. Келесі, бұл ш-ға келеді, бірақ мына транскрипцияда. Екіншісі мына транскрипция. She, measure. Бұл транскрипция қазақ тіліндегі ыңға өте қатты ұқсайды, бірақ нағыз емес. Sing. Sing деп оқымаймыз. Sing. Бұл дыбыстарды дұрыс айту үшін айна алдында жаттығу жасау қажет, аудио жазбаларды көбірек тыңдау қажет, және көп қайталау қажет. Қосарланған әріптер міне, жаңағы айтып өткендей, ч, church, cheese, ш, sheep, she, wash. Келесі, th, think, bath. Келесі, this, that, father. Келесі, деген дыбыс, song, long, strong. Келесі, finger and anger. Келесі, what, when, why. Немесе which, whistle. Келесі, P мен H, F деген дыбыс, phone, photo. Келесі, C мен K қатар келсе, мына C әрпі мүлдем естілмейді. К деген дыбыс, duck, clock, black. Сонымен ағылшын тілінде кейбір дауысты дыбыстар әртүрлі айтылуы мүмкін. Міне S әрпі С немесе З, C әрпі К немесе С, G әрпі Г немесе Дж, C мен H бірігіп Ч немесе кейбір сөздерде ғана К, F әрпі Ф немесе кейбір сөздерде В, және T мен H бірігіп Т немесе Д. Оқылуы екі түрлі болатын әріптерді есте сақтау үшін әр сөзді айтуымен бірге дұрыстап жаттап алған жөн. Осылайша өздеріңіз сөздік қорыңыз молайған сайын фонетикалық ережеге қарамай-ақ өзіңіз автомат түрде есіңізде сақтайтын боласыз. Сонымен сабағымыз аяқталды. Барлықтарыңызға рахмет. Wish you all the best. Goodbye.